Ольга, қазақ өнерінің қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының 90 жылдығы да жақындап келеді. 1926 жылы 13 қаңтарда Қызылорда қаласында Қошке Кемеңгер ұлының Алтын сақина Мұхтар Әуезовтың Еңлік кебек пьесасымен қоса халық өнерпаздары қатысқан үлкен концертпен тұңғыш театрдың шымылдығы ашылғаны көрермендеріміздің есінде. Өрелі өнер жолына бүкіл ғұмырын сарп еткен өнер тарландары 90 жылдың аралығында қазақтың сахна өнерін әлемдік деңгейге көтерді десек қателеспеспіз. Ерлан, егер біз театрды өзінің ішкі әлемі бар жанды организм деп ұқсақ, ол да өз заманындағы оқиғаларға үн қатып, қоғаммен тығыз қарым-қатынаста дамиды. Дұрыс айтасың. Өрелі өнердің туын асқақтатып келе жатқан Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік драма театрының директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Жастар одағы сыйлығының лауреаты, актер Ерлан Біләл мырза біздің студиямыздың қадірлі қонағы. Қайырлы таң аға, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Аға, кеше ғана Астана қаласында өткен Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ауқымды шараға, халықаралық деңгейде өткен дүбірлі мерекеге қатысып келдіңіз. Қандай әсермен оралдыңыз? Әсерім өте жақсы, өйткені бұндай шаралардың жаңағы болған іске сыншы көп деп жатады, бірақ та осының орындалу мерзімі, осы шараны ұйымдастыру уақыты, қарымменен қабілетті, талапты адам өмірге деген көзқарастың тереңдігін талап ететін үлкен, шын мәнде де дүбірлі дода болды, дүбірлі жақсылық болды. Бұған мінекей елбасымыздың алға қойып отырған осы мәңгілік ел бағдарламасы бойынша жасалған үлкен бір ауқымды шара болды. Бұған мұрындық болған біздің мәдениет және спорт министрлігі, министріміз Арыстанбек Мұхамедиұлы бастаған бүкіл министрлік, бүкіл театр ұжымдары, осы өнер ұжымдары ошақтары баршасы да атсалысып, үлкен абыроймен атқарып шықтық. Сондықтан көңіл күйіміз бұл ретінде өте жақсы. Бәрекелді аға. Аға, бұл 550 жылдық деген біздің терең тарихымыздың бір қарап отырсақ бір парасы ғана ғой, негізі айтып өткеніміз. Осы атап өту іс-шарасы біздің мемлекетіміздің қалыптасуындағы бір мемлекетіміздің терең тарихы бар екенін көрсету ғой негізгі мақсаттарымыздың бірі. Біз осыған қол жеткізе алдық па? Әрине, енді жалпы үрлей салып көзің қандай болды деме дейді қазақ. Сондықтан әрбір бастаманың өзінің бір қиыншылықтары бар. Әрбір үлкен дүниелердің, үлкен әлемнің ашылуының алдында бір ашылатын алғашқы қадамы, қақпасы деген сияқты дүниелер болады. Сондықтан болса, осы ұйымдастырылып жатқан, осы жасалып жатқан алғашқы алғышарттар өте мәнді де мағыналы өзінің бағасын алып жатыр. Елбасымыздың тұсынан мысалы. Сондықтан болса, бұның болашағы, келешегі әлі жалғасы алдымызда деп білемін. Биыл енді хандықтың 550 жылдығына байланысты Мұхтар Әуезов театрында Керей Жәнібек спектаклін қоятынын естідік. Жалпы бұл қойылым көрермендерге қашан жол тартады? Бұрын соңында театрдың тарихында болмаған ауқымды бір жоба болайын деп тұр ғой. Солай ғой, е? Міндетті түрде. Біз өткенде осы Астанада Барыс мұзайында өткізіп жатқан іс-шараға біздің театрымыз түгелден үлкен ақсақалдарымыздан бастап, ағаларымыздан, апаларымыздан бастап, халық артистері, біздің аты аңызға айналған КСРО халық артисі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Асанәлі ағамыз бастаған, Есмұхан Обаев ағамыз бастаған, халық артистері Тұңғышбай Жаманқұлов, Нүкетай Мышбаев, Торғын Тасбеков сияқты үлкен аға-апаларымыз бастап, бүкіл ұжымымызбен қатысып қайттық. Енді Тараз қаласында қазан айының 9-ында өтетін Тараз қаласының стадионында өтетін үлкен іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Біздің театрға жүктелген болатын бұл. Сондықтан бұл тарихында бұл да бір алғаш рет болып жатқан дүние болып тұр. Өйткені әсілі театрдың қабырғасында өтетін спектакльдерге енді ең көп 100 адам қатысатын болса, бұл шараға 500 адам қатысайын деп отыр. Сондықтан біздің ұжым түгелімен Тараз театрының ұжымы, сол жақтағы жаңағы өнер ошақтары, би ансамбльдер қатысатын үлкен ауқымды іс-шара болайын деп отыр. Сондықтан қазір жүрегіміз дүрсіл-дүрсіл қағып, дегенмен де білегімізді сыбанып, белді мығын буып, осыған кірісіп жатқан жайымыз бар. Әрине, әрбір істі адам жасаған кезде аржағы абыройға ұласты екен деп жатыр. Сондықтан алға қойған мақсатымыз, мұратымыз сол абыроймен атқарсақ деген ниеттеміз. Бәрекелді аға. Жаңа өзіңіз жақсы айтып өттіңіз, 100 адам қатысады, 500 адам қатысады деп. Осы сахналандырылатын қойылымға қатысты сол дайындықтарды біздің әріптестеріміз
дайындық барысын түсіріп қайтқан екен. Ендеше сол сюжетті бір көріп алсақ. Бұл күндері Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында қазақ хандығының 550 жылдығының Тараз қаласында өтетін қорытынды тойына жан-жақты дайындық жүргізілуде. Бұған дейін Астанада басталған дүбірлі шараға қатысып келген ұжым әртістерін қойылымның режиссері Әубәкір Рахим енді нақты тарихи оқиға желісі бойынша жазылған пьеса негізінде дайындауда. Біздің дайындап жатқан қойылымымыз ол Қилы жол деп аталады. Жабал Ерғалиевтің пьесасы бойынша. Сол бұны бізге мәдениет министрлігі тапсырған. Біз бұл қойылымды Тараз қаласының орталық стадионында қоямыз. Ең соңғы 550 жылдықтың ең соңғы нүктесі осы болмақ. Қойылым 1465 жылы Керей менен Жәнібектің Әбілқайырдан бөлініп, Моғолстанның ханымен ауызбіршілікте жер сұрап, содан қоныс алып, қоныс болғанда бұл өзіміздің ата қоныстарымыз ғой, негізі, бірақ Моғолстанның қарамағында болған. Сол қазақ елі болып Керейді хан көтеру оқиғасы туралы болады. Қойылымның ұзақтығы 50 минут болса, оған 500-ге тарта әртістер қатысады екен. Негізгі рөлдерде Әкем театрдың әртістері ойнаса, қосалқы көріністерге тараздық өнерпаздар да қатысады деп күтілуде. Бұл қойылымда басты рөлді сомдайтын Бауыржан Қаптағаев әртістердің үлкен жауапкершілікпен дайындалып жатқанын айтады. Дайындалу мәселесі осы жылдың басынан басталды. Қалай аяқтан сыбыс шықты, содан бері басталып, қазір Астанада өткізіп келдік, өте керемет нәрселерге, өткен табыстарға жеттік деп ойлаймын. Қойылым режиссері Әубәкір Рахим сахнадағы әртістердің әрбір қимыл әрекеттері мен сөздерін пысықтап, жоғары жауапкершілікпен дайындалып жатқанын көрдік. Тарихқа негізделген дүние, тарихи шындықтарды біз көрсетуіміз керек. Өйткені мысалы Астанадағы қойылым ол театрландырылған концерт ретінде болды. Ол бастамасы. Ал міне жерде бүгінгі жас ұрпаққа біздің қазақ хандығының қалай құрылғаны туралы, оның басында кімдер тұрған, қандай қиындықтары болғанын сөз етеміз. Ерлан мырза, енді бұл жобаға қаншама гримерлер, сахнаны безендіретін суретшілер, актерлердің киімдерін дайындайтын костюмерлер қатысады. Осы сахна сыртында талай еңбек атқарып жүрген шығармашылық топтың жұмысын қалай бағалар едіңіз? Өте дұрыс айтасыз. Көрермен назарына барлық қойылымдарды ұсынған кезде ол тек көрермен нәтижесін ғана көреді. Оның сыртында жаңағы режиссерлардың жұмысы бар, художник, сценограф дейді бізде, суретшілердің жұмысы бар, композиторлардың жұмысы бар. Сол сияқты жаңағы киім киіндіретін, өзіңіз айтқандай, әрлеушілер, киім киіндіретін костюмерлер бәрінің де жұмысы қазір біз енді осы жаз бойына дайындалып, сақадай сай дайын тұр деп ауыз толтырып айтуымызға болады. Бұл кісілердің енді еңбегі орасан, өйткені жаңағы әрқайсысына нақты киімін кигізіп, әрлеп, гримін салып, соларды дайындап сахнаға шығару деген сахнаның сыртында көрерменнің көзі жете бермейтін, көре бермейтін дүниелер. Сондықтан әрдайым енді өзіміздің ішімізде алғысымызды, шарапатты жақсы ниеттерімізді ол кісілерге білдіріп жатамыз. Бірақ бүгін теледидар арқылы да сол кісілердің еңбегі зор, орасан екенін тағы да белгілеп айта кеткім келеді. Ал енді осы Таразға баратын қойылымға түгел техникалық құрам, жаңа костюмер, гримерларымыз, түгел шығармашылық құрам түгелімен қатысайын деп отыр. Сондықтан табыс тілеймін ұжымыма. Бәрекелді аға. Аға, мәңгілік ел идеясы осы бір ұлтты ұйыстырудағы бір ірі мақсаттарда бір алға жетелейтін идеялардың бірі ғой. Жалпы қазақ халқы осы кейінгі ғасырларда осы идеяға бірнеше рет оралған сияқты ма, қалай? Бұл енді ежелден келе жатқан елбасымыздың айтқан сөзі бар. Мысалы, Абылайдың осы 300-дің басын қоса алмадым, қала сала алмадым, тұрақты мемлекет жасай алмадым қазақ елін деген. Сондықтан бүгін елбасымыздың шұқыр ойының арқасында алда жаңағы көре білетін, жоспарлай білетін бір
бұл қасиет қой енді, сезе білетін сондай бір даналық болмаса, біз бүгінгі күнде де бастан кешіре алмас едік деп ойлаймын. Сондықтан сол бабалардың армандаған арманын жүзеге асырып, бізге бүгінгі мемлекет тұрғысынан үлкен ұлы мақсат қылып алдымызға қойып отырған елбасымызға үлкен алғысым шексіз деп ойлаймын. Сондықтан сол армандардың бүгін орындалған күні, жаңағындай өзіміздің бүкіл тарихымызды сонау сақ даласынан ғұндардан бастап бүгінгі күнмен ұштастырып, байланыстырып, өзіміз қолымыз аузымызға өзіміз жетіп, осындай шараларды ұйымдастырып, бүгінгі өскелең ұрпаққа соның бәрін бүкіл дәстүрімізді, тарихымызды, соның қат-қат кезеңдерін баршасын ғасырлар бойы келе жатқан дәуірлерді паш етіп жатқанымыз, бұл біздің бүгінгі еліміздің, халқымыздың, мемлекетіміздің басына келген бақ деп түсіну керек. Бүгін біз жаңағы айтқанымдай мінекей үлкен бүкіл әлемге әйгілі мемлекет болып тұрған кезде біз тарихымызды айтпасақ, өзіміздің болмысымызды, өзіміздің дара табиғатымызды паш етіп, бүгінгі ұрпағымызды, бүгінгі біздің болашағымызды сондай тарихпен ұштастыра отырып алға қарай жеткізбесек қалай болады? Бүгінгі біз жасамасақ кім жасайды? Қашан біз алға басамыз? Қашан біз әлемге әйгілі боламыз? Сондықтан да елбасының алға қойып отырған 101 қадамы, Қазақстан 2050-2030 баршасы да бүкіл әлемге паш ететінде бізде қарымды, қабілетті, білік пен білім, талғам, көзқарас бәрі де сай біздің қазаққа. Сондықтан осыны сезген, осыны білген елбасымыз әрдайым алға осындай ұлы мақсаттар қойып, алға жүруімізге себеп жасап отырғанына біз қашанда әр қазақ өзін қазақ ретінде, өзін ұлт ретінде, өзін мемлекет ретінде сезініп, сондай патриоттық сезімменен алға қарай жүру керек деп ойлаймын. Әңгімемізді кішкене театрға қарай ойыстырсақ аға. Осы бүгінгі таңда Абай атындағы опера және балет театры Абайды неміс тілінде сахналады. Бір Еуропаны таңғалдырып былайша айтқанда. Ал Әкем театр Сұлтан Бейбарыс қойылымын өзіңіз жақсы білесіз ғой, ағылшын тілінде сахналады. Бұл ұлттық өнерімізді насихаттаудың бір жаңаша көрінісі ме? Бұны қалай түсінсек болады? Бұл біздің даралығымыздың, біздің ерекшелігіміздің бір сипаты деп қабыл алуға болады. Өйткені қай тілде болса да кезінде мен өзімде неміс тілінде спектакль ойнағам, роль ойнағам, Германияда неміс тілін үйренгем. Сондықтан сол кездегі менің көзім жеткен нәрсе, кейбір ұлттар, мысалы, сөз тұрмақ, басқа тіл тұрмақ, әріптерді айтуға табиғатында жоқ. Ал біздің қазақ қазір әлем тілдерінің қай тілін болса да, сол ұлттың өзінен асырып сөйлеп бермесе кем сөйлемейді. Сондықтан сондай бір қарым қабілет, бұл айғақ, бұл дәлел. Біз ағылшын тіл болсын, қытай тіл болсын, орыс тіл болсын, басқа тілдердің бәрінде жетік меңгере алатынымыздың бір сипат ретінде көрсетуге болатын шығар деп ойлаймын. Рахмет сізге. Біз енді бүгінгі әңгімемізге талай маңызды жақсы тақырыптарды арқау еттік, талқыладық. Таң атпастан студиямызға келіп, сұрақтарымызға әдемі жауап бергеніңіз үшін мың да бір алғыс. Абыройыңыз арта берсін. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Жастар одағы сыйлығының лауреаты Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік драма театрының директоры Ерлан Біләл мырза. Ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Біздің арна қосулы болсын.